Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Алматы үй жануарларының иелері үшін жаңа ережелер қабылданды. Алматыдағы үйде жануарлардың барлық иелері үй жануарларын серуендетуге және тасымалдау ережелерін сақтаулары тиіс. Алматы мәслихатының кезектен тыс сессиясында барыс депутаттар үй жануарларын күтіп бағу мен серуендетудің жаңа үлгілері қағидаларын бекітті. Бұл құжатты жергілікті нормаларды Қазақстан заңнамасының соңғы өзгерістеріне сәйкес келтіру үшін қаланың кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы әзірлеген. Жаңа ережелер тұрғындардың қауіпсіздігіне, қаланың тазалығын және үй жануарларының иелерінің құқықтарын сақтауға бағытталған. Енді көшедегі үй жануарларының мінез-құлқы үшін жауапкершілік күшейтеді. Мысалы, үй жануарларын қараусыз қалдыруға тыйым салынады. Егер кенеттен үй жануарларының иесі жануарға күтім жасай алмаса, сіз оған уақытша баспана тауып, қамқорлықты үшінші тұлғаларға беруіңіз керек, немесе оны хайуанаттар бағына орналастыруыңыз керек. Иттерге ерекше назар аударылады. Оларды өз бетінше серуендеуге және айналасындарға қауіп төндірмейтін жағдайларда ұстау керек. Қоршау жоқ иттерді қарғымаумен ұстау керек. Ал арнайы бақылауда қажет ететін иттер бар учаскелердің қақпасында ескерту белгісі ілінуі керек. Иттерді серуендетуге келетін болса, қоғамдық орындарда үй жануарларының қарғымбауының ұзындығы 2 метрден аспауы керек. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.